сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз тағамдар музыка әлемінде деп аталады. Біздің сүйкімді де көңілді жұлдызшаны қазақтың ақ дастарханына шақырайық. Музыка тыңдап, ән салуды өте ұнататын менің сүйкімді шәкірттерім. Біз қазір композитор Әсет Бейсеуовтың бауырсақ әнімен танысамыз. Әжем келді ауылдан, алақай-ау алақай, әже бары жақсы ғой, қуанышы балақай. Ақ қалтасын ақтарып, қос қолымен уыстап, базарлығым балам деп, төгіп жатыр бауырсақ. Түсімеде енеді-ау, әжем берген бауырсақ, еске аламыз әрдайым, біз әжемді сағынсақ. Балалар, енді әннің әуеніне кезек берейік. Қонақ күту атадан балаға мирас болып келе жатқан дәстүр. Қазақтар қонақты сыйлап, төрге шығарады. Біз де жұлдызшаны қонақ етіп күтуге дайындалайық. Дастарханға қандай тағамдар мен сусындар қоямыз? Балалар, қазір бәріміз жұлдызшамен бірге дастархан әнін тыңдайық. Жолаушымыз көздеген, асыл мұра іздеген. Дастархан-ау дастархан, берекелі дастархан, берекелі дастархан. Дастархан-ау дастархан, берекелі дастархан, берекелі дастархан. Айналайын ағайын, үміт отын жағайын, уайым қайғы жоқ болсын, қуанышың көп болсын. Жақсы келсе құт болар, жаман келсе жұт болар, жолаушымыз бізде
Сені қазір қызықты тапсырма күтіп тұр. Қазақтың дастарханы дөңгелек. Ай дөңгелек, күн дөңгелек, жер дөңгелек. Қазақтың шаңырағы дөңгелек. Тағы қандай дөңгелек заттарды атай аласың? Ұстазды тыңда, үйге тапсырма. Тақырыпты оқып, өлеңді жатта. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар, балалар.